деген күйлері балбырауын, адай, сарыарқа, кішкентай, аман бол шешем, аман бол, кеше өзің ойнаған теріс қақпай күйлері, қайран шешем күйлері, иә. Бұл негізі Құрманғазының күйлері, негізі елін сүйген, сол кездегі рухты аңсаған, елін аңсаған, сол кездегі елін аңсаған, азаттықты аңсаған, сол кезде күйлерін, сол елін азаттыққа арнаған рухты күйлері, иә. Соның ішінде біз бүгін таңдап алып тұрған күйіміз Құрманғазының күйі Адай. Адай күйі негізі ат шабыстың, сосын рухты жігер беретін, сондай тез жүретін күй, жігерлі екпінмен ойналатын күй. Енді осы жерде біз Шеңгел ауданында дүниеге келген ұлы күйші, композитор және біздің осы дәуірге жеткізуші күй реформаторы. Одан кейін енді біз осы жерде Адай күйінің шығу тарихын, үш дерек көзін осы жерде тыңдасақ болады. Бір дерек бар. Бірінші деректі Ахмет Жұбанов жазып кеткен. Ол ғасырлар пернесінде екі аңыз жайлы сөз қозғаған. Бірінші аңыз бойынша Құрманғазы Адай руына барып, қонақ болып отырғанда ілулі тұрған домбыраға көз түседі. Домбыраны алып, құлағын теріс бұрауға келтіріп қояды. Кейін үйдің ерке қызы келіп, онымен тартысқа түседі. Ең соңында екеуі бір-бір күйден тартты дейді. Сондағы қыздың тартқаны Адай күйі болса, Құрманғазы Серпе күйін тартыпты. Жұбановтың айтуынша бұл деректі Дина күйші айтқан. Дәл осы еңбекте тағы бір жорамал бар. Адай руы Исатай көтерілісінде көзге түскен болатын. Жоғарыда айтылған сағыздан келіп Исатайға қосылған қолдың ішінде адайлықтар көп болатын. Біздіңше Құрманғазы Адай руы атын жалпылама ұғымдалып, еркіндік сүйген елінің қайтпас күшіне арнап шығарған болу керек дейді Ахмет Жұбанов. Екінші деректі Ақселеу Сейдімбек күй шежіре кітабында жазған. Оған сәйкес Құрманғазы жас кезінде Адай руының